Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hurmetli cemaat, Allah subhanahu wa ta'ala'nın adamzatқа berген nimettері, жақсылықтары көп. Оны санасақ санай алмаймыз. Өйткені Құран-ы Кәрімде Allah subhanahu wa ta'ala "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha" дейді. Егер сіздер Алланың nimetini санасаңыздар, санай алмайсыздар дейді. Бұл Allah subhanahu wa ta'ala адамзатты етіп жаратып қойғанның өзі Allah subhanahu wa ta'ala жағынан берілген ұлы nimет. Кешегі советтің уақытында адамдар намаз оқығаны үшін оларды түрмеге жапты, намаз оқығаны үшін оларды атты. Тіптен осы мынау Ақтөбе деген жерде Амангелді деген жігіттің өзі қазір Амангелді неде Алматыда тұрады. Соның шешесінің әкесі болған. Сол айтады, шешемнің әкесі дейді, кітап қалдырған екен, сол кітаптарды мен біраз молдаларға көрсеттім, сол кітаптарды оқи алмай жатыр. Әке алып келіңіз, көрейін ол кітаптарды. Сонда бір кітабы көрсеткен Усулу фиқх деген кітап, екіншісі мынау араб тілінде балаға деген, яғни риторика деген білім бар. Талхис деген кітап бар, бізде оқытылатын. Сол Талхис деген кітаптың шархы бар. Мұхтасар Маани деген. Сол Мұхтасар Маани деген шархы екен. Бұны көп адам оны оқып бере алмай жатыр, түсінбей жатыр деді. Мен айттым, бұны оқитын адамдар өте кем дедім. Әсіресе біздің Қазақстанда. Өйткені өте қиын кітап. Соны оның бабасы оқыған. Яғни шешесінің әкесі. Сонда шешесінің әкесі Бұхарада оқитын болған. Бұхарада медреседе 40 сол жас бала оқиды екен. Оларда үйленгендер сыртта тұрады екен. Яғни квартираларда тұрады. Содан бұлар медресеге таңертең жаңағы 2 бала болады, сыртта үйленген 2 бала болады. Ертесіне таңертең медресеге келсе, медреседегі 38 баланы қызылдар атып тастаған. Қызылдар деген түсінесіздер ғой, сол большевиктер 38 баланы медреседегі атып тастаған. Не үшін атып тастады бұл балдарды? Ол балдар әлі ешқандай ағымдарға кірген жоқ, ешқандай басқа жолдарға түскен жоқ. Олар тек қана мұсылман болған үшін, ислам дінін оқып атқаны үшін атып тастады. Сонда бүкіл кітаптарын есекке жүктеп, тиеп, Ақтөбеге дейін қашып келеді. Сол кітаптары қалған екен, сол кітаптарын жаңағы туысқандарын тарап берген. Сондай уақыттарды біздің халық кешті. Ең көп қырылған халық қазақ халық. 15 жылы Қазақстанда 6 миллион қазақ болған болса, 45 жылы Қазақстанда 1,5 миллион ғана қазақ қалған. Болмаса қазір күнде қазақтардың саны кем 70 миллион болатын еді. Кем. Егер одан көп болмаса. Алла субхану ва таала сондай мүсібаттарды біздің халқымыздың басына салды. Енді осы мүсібаттардан кейін, сондай қиыншылықтардан кейін Алла Таала бізге қайтып егемендікті берді. Мына мешіттеріміз ашылды. Бірақ егемендік алған кезде мешіттер ашылғанымен бізде мамандар жоқ еді. Өйткені советтің уақытында осы діни оқу орны медресе, бірақ медресе бар еді. Ол Бұхара Шарифтегі Мир Араб медресесі, бір ғана медресе бар. Олда Қазақстаннан қазақтар 2 жылда бір қазақ қабылданады. Қазақстан егемендік алған жылдары Қазақстанда сол медреселерді бітірген кісілер бармақпен санаулы кісілер ғана болды. Бірақ жаппай жұрттар дінді үйренуге кірісті. Өйткені егемендік алды. Сосын бұлар тәртіпсіз. Имам, мешіт барда имам жоқ. Оқушы барда оқулық жоқ. Сондай замандар болды. Енді кім көрінген жолмен кетті. Біздің ата-бабамыз осындай байтақ ұлан-ғайыр жерде ие болып қалды. Оларда имам Абу Ханифа мазхабынан басқа мазхаб болған емес. Оларда имам Абу Ханифа мазхабынан басқа мазхаб болған емес. Сарафи қазақ деген өмір болған емес. Ваххабис қазақ деген өмір болған емес. Немесе басқа діндегі йоговиз басқа деген ағымдардағы қазақтар болған емес. Қазақтардың бәрі бір дінде бір мазхабта болған. Енді кейбір адамдар бұл мазхабты түсінбейді. Жаңа Исмаил Сетбек бауырымыз түсіндіріп кетті. Мазхаб дегенде басқа нәрсе де ойлайды олар. Діннен басқа нәрсе де ойлайды. Мазхаб деген діннен басқа нәрсе емес. Мазхаб дегені ең бірінші осы дінді түсіндірген ғалымдардың жолы. Құран, хадиске негізделіп, басқа нәрсеге негізделіп емес. Имам Абу Ханифа мазхабы ең бірінші 4 нәрсені ұстайды. Бұл 4 нәрсе біріншісі Құранды ұстайды. Құраннан үкімдерін алады. Не үшін Құраннан үкімдерін алады десе, «Инна хадал Құран яхди лиллатихи ақвам» дейді.
Міне осы Құран адамдарды ең тура жолға бастайды дейді. Екіншісі пайғамбар алейхиссалам хадистерін алады. Хадисті алудың мақсат ол Құранда Алла субхану ва тағала айтады: "Ва ма атакум расулу фахудуху ва ма нахакум анху фантаху" дейді. Алла пайғамбар сіздерге нені әкелсе оны ұстаңыздар, неден қайтарған болса одан тыйылыңыздар дейді. Үшіншісі ижма. Бірақ пайғамбар алейхиссалам уақытында ижма болмаған. Неге? Пайғамбар алейхиссалам уақытында қандай мәселе болса өзінен сұрайтын еді. Бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадис шәріптерінде, мүбарак хадис шәріптерінде мархамет етіп айтады: "Бұл менің үмметім адасудың үстіне бірікпейді" дейді. Төртіншісі қияс. Бұл қиясқа дәлел ең бірінші пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям Муаз бин Жабал разияллаху анху Йеменге жіберіп жатқан кезінде "Фабима тахкум" деді. "Немен үкім қыласың" деді. Сонда ол кісі айтты: "Фаби китабиллах", Алланың кітабымен үкім қыламын деді. "Фаин лам таджид", егер одан таппасаң шебет, "Фаби суннати расулиллах" деді. Пайғамбар алейхиссалам сүннатымен үкім қыламын деді. "Фаин лам таджид", егер одан таппасаң шебет, "Ажтахиду бирраи" деді. Мен өзімнің ойымменен, пікірімменен оны ижтихад қылып, әрекет қылып шешемін деді. Осы жерде осыдан әркім өзінің ойыменен, ижтихадыменен әрекет қылып шеше береді ме деген сұрақ болады. Жоқ, ол соған лайық ғалым болу керек. Әскери тілмен айтқанда, әскери атақ бар. Сол әскери атақта ең жоғары атақ ол генералиссимус деген звание. Генералиссимус ол генерал армия, маршал армиядан кейін алынатын не атақ? Әскери шен. Дүниеде осындай әскери шенге ие болғандар, олар 4-5 адам ғана болған. Соның біреуі Сталин аған сол атақты. Енді ислам әлемінде ең жоғарғы ғылыми атақ бар. Ол мужтахид мутлақ деген. Жалалдин Сүйүти деген үлкен улама болған кісі Жами Сағир деген кітапты жазған. Бір кітапта 40 мың хадисті жинаған. Сол кісі мужтахид вужухтың шықпағанына 300 жыл болды дейді. Мужтахид вужух деген мужтахид мутлақтан бір сат төмен ғылыми атақ. Сонда ғалымдар айтады: "Мына кітаптың жазылғанына 300 жыл болды" дейді. Сонда ислам әлемі мужтахид вужухты көрмегеніне 600 жыл болды дейді. Ислам әлемі 600 жыл көрмеген ғалым бір мазхабта 4 ғалым болды. Олар имам Абу Ханифа, имам Абу Юсуф, имам Мухаммад, имам Зуфар. Алла Тағала олардың бәріне разы болсын. Міне осы кісілер болды. 40 шақты муфти дәрежесіндегі ол кісінің шәкірті болды. Қазіргі күнде муфтиді кез келген адамға беріп жіберіп жатыр. Муфти деген атақты. Бірақ ол кездегі муфти деген адамдар бүкіл мәселені шешіп беретін адамдар болған. Имам Абу Ханифа рахматалла және қайсы заманда туылды, қайсы заманда бұл дүниеден өтті. Пайғамбар алейхиссалату вассалам "Хойрул қуруни қарни" дейді. Ғасырдың ең жақсы менің ғасырым дейді. Неліктен пайғамбар алейхиссалам ғасыры ең жақсы ғасыр болды десе, қандай проблема болса пайғамбарымыздан сұрайтын еді, пайғамбарымызға Алла Тағала вахи жіберетін еді, ол шешіп беретін еді. Ешқандай проблема болмайды еді пайғамбар алейхиссалам уақытында. Сол себептен заманның, ғасырдың ең жақсы пайғамбар алейхиссалам заманы болды. Кейін оған көрші болған ғасыр деді. Оған көрші болған ғасыр сахабалардың ғасыры. Не үшін сахабалардың ғасыры сондай мүфәззал заман болды, абзал заман болды? Басқа кейінгі өзінен кейінгі ғасырға қарағанда. Өйткені бұл пайғамбарымызды көрген сахабалар бар еді. Сахабалар қайсы аят, қайсы хадис, қандай оқиға, қандай адамдардың үстінде, қандай себептермен түсті, бәрін жақсы білетін еді. Сол себептен ол ғасыр ең абзал ғасыр болды. Имам Абу Ханифа рахимахулла осы сахабалардың ғасырында дүниеге келді. 80-ші хижрида дүниеге келді. Сахабалардың қаншасын көрді. Ол имам Абу Ханифа рахимахулла одан кейінгі абзал ғасырда табииндердің ғасырында ұлы табииндерден сабақ алып сол ғасырда дүниеден өтті. 150-ші хижрида қайтыс болды. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам ең заманның, ғасырдың ең абзалы менің ғасырым деді. Одан кейін оған көрші болған сахабалардың ғасыры деді. Одан кейін оған көрші болған табииндердің ғасыры деді. Пайғамбарымыз мақтаған екі ғасырда дүниеге келіп өтіп кетті имам Абу Ханифа рахимахулла. Суммали яфшил кидиб деді, кейін өтірік тарайды деді. Бұл сөзді пайғамбар алейхиссалам айтты. Біз енді сол өтірік тарайды дегеннен кейін 11 ғасыр, 12 ғасырдан кейін шығып отырмыз. Яғни біздер қазіргі күнде 15-ші ғасырдамыз. Ислам ғасырымен санағанда. 1435-ші хижрида тұрмыз. Оған 13 жыл Меккедегі пайғамбар алейхиссаламға келген, бірінші келген уақыттарды алатын болсақ,
1448 жылда тұрмыз. Имам Абу Ханифа рахметалла сол бақыт ғасыры деген заманда дүниеге келді. Бақыт ғасыр деген заманда дүниеден өтті. Өтірік тарамайтын уақытта дүниеден өтті. Имам Абу Ханифа рахметалла ешқашан өзінің нәпсіне бір мәселеде ілескен емес. Бәлкім бүкіл дүниедегі мұсылмандар ол кісіні мұсылмандардың имамы деп мойындаған. Тіптен имам Абу Ханифа рахметалланы сүннилер былай тұрсын шиялар да мойындаған. Бүкіл дүние мойындаған ғалым.